Ассалаумағалейкум, құрметті білім қазына көрермені, амансыздар ма? Бүгін бізде қонақта ақын, аудармашы Ләйлі Қондақбай апайымыз келіп отыр. Ләйлі ханым, студиямызға қош келдіңіз. Қалыңыз қалай, шығармашылығыңыз қалай, жақсы ма? Кеш жарық, құрметті көрермен, Нұрбек, сіздерді көргенмен мен де қуаныштымын. Ең алдымен мына подкасттарыңызға шақырып, жатқаныңызға көп рахмет. Көрермендеріңіз мол болсын. Және осы сіздің бағдарламаңызға сондай бір мағыналы, мәнді шығарма халыққа ұсынатын берері мол үлкен бір сондай арнаға ұлассын, айналсын деп тілейміз. Айтқаныңыз келсін, Ләйлі ханым. Сіз қазір негізі Астана қаласында тұрасыз, иә? Иә, Астанада. Астанадан Алматыға ат терлетіп келген екенсіз. Қош келдіңіз. Жұмыстарыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Жақсы, шүкір Аллаға. Мына сіздің мына Фейсбуктағы жиі қарап, Фейсбуктағы парақшаңызды жиі парақтап тұрам. Ондағы аудармаларыңызды оқып тұрам. Сондай бір керемет қалыптаған екенсіз. Мына шығыс шайырларын әсіресе мына Руми бар, Шәмс Тебризи, жаңағы Жүніс Әміре бар. Солардың әрбір өлеңдерін сондай бір тамаша тәржімалаған екенсіз. Еңбегіңіз жансын. Бүгінгі тақырыбымызда осы шығыс шайырлары жайында болмақ. Ең әуелгі сұрағым мына Руми турасында. Мәулана Руми сонау көне ғасырда ғалым болған, ақындықтан алыс, сондағысы ақындыққа қалай келді, оған не себепкер болды, сол турасында бір айтып өтсек. Оның поэзиясы Мәснәуиді жазуына не түрткі болды, Диваны Кебирді жазуына не түрткі болды? Енді бұл Джалалиддин Руми бабамыз десек те болады. Біздің бәрі қазіргі уақытта бүкіл планетарлық деңгейдегі деп айтсақ та болады. Үлкен тұлға ғой енді. Бұл кісі енді 1207 жылдары дүниеге келді деп, 13 ғасырдың басында деп зерттеушілер енді ол туралы ақпараттар барлық дерек көздерде тұр ғой енді жалпы. Бұл кісінің жаңа сіз дұрыс айтып отырсыз, негізі өзі үлкен ғұлама болған, ғылыми салалардың барлығын дерлік меңгерген, астрология болсын, енді басқа пәндік ғылымдар болсын, шариғаттан бастап, шариғат ғылымдары ол кезде енді шариғат ғылымдарынан бастап алады ғой, бүкіл ғылым салалары. Бәрін толық меңгерген үлкен тұлға ғой енді. Сол тұлғаның енді ақын болуына не түрткі болды деп отырсыз ғой енді. Бұл кісіні жалпына ғылымнан да жоғары үлкен руханият саласына жалпы әкелген үлкен ұстазы болды ғой енді. Оны енді бәріміз білеміз. Хазіреті Шәмси Тебризи дейміз. Ол өміріндегі ең үлкен осындай үлкен тағдырдың иесі болуына алып келген үлкен құбылыс бұл кісіге жолыққан осы ұстаз ғой енді. Жалпы бұл Шәмси Тебризи бабамызды алсақ та, Хазіреті Руми, Джалалиддин қайсысын алсақ та, екеуі де негізі әулие адамдар бұл кісілер. Бұл кісі үлкен жаңа Руми әкеміз, бабамыз сопылық поэзияның өкілі деп айтып жатамыз ғой. Осы Мәснәуиді дүниеге әкелуіне түрткі болған, жалпы өзінің өмірінде үлкен бір трансформациядан өтуіне, жаңа бір енді былай қазіргі қарапайым тілмен айтсақ, жаңа бір рухани кемелдік деңгейге өтуіне, арайлануына дейміз ба, нұрлануына сондай себеп болған үлкен тұлға ол Шәмси Тебризи. Ол кісінің ұстазы. Біз ұстазы деп айтамыз. Зерттеуші ғалымдар жалпы жазып жатады. Батыстың зерттеушілері, басқалар өмірлерін зерттеген. Шәмси ұстаз болды ма, әлде Руми ұстаз болды ма, ол жағын ажыратып айту қиын деп жазады. Көбінесе солай жазады ғылыми зерттеушілер. Бірақ біз анық айтамыз, нақты айтамыз, Шәмси Тебризи Хазірет Румидің ұстазы болған деп. Енді ұстаз болмаса, сондай бір үлкен кемелдікке жету ол мүмкін емес қой. Сопылық ілімде, сопылық жолда, сүлікте деп айтады. Сүлік деген жол ғой енді. Сол ұстаздар арқылы жетіледі ғой, тек қана ұстаз арқылы жетеді ақиқатқа. Жалпы екеуінің осы әрбір әулие
дүниеге келуде әр әулие өзінің миссиясымен келеді. Бұл осы Шамси Тебризи мен Хазрат Румидің негізгі миссиясы біздіңше ол осы ұстаз және шәкірт деген ұғымды бүкіл адамзатқа түсіндіру үшін келген тұлғалар болса керек. Себебі жалпы ақиқатқа ұстаз арқылы жетеді деген ақиқатты, оның өзі ақиқат қой енді, ұстаз арқылы жететіні, жалғанатыны руханиятқа. Соны нақты дәлелді көрсету үшін келген негізгі миссиялары сол. Жалпы бұл кісілердің екеуінің кездесуін бүкіл адамзат тарихына белгілі. Барлық жерде де бар. Табиғи құбылыстар да болған екеуі кездескен күні. Жұлдыздар, жаңа күннің тұтылу деген сияқты, сол ғаламшардың өзінде де үлкен бір сондай құбылыстар болған. Мына екеуінің кездесуін ғұламалар екі үлкен бір мұхит дарияның кезігіп, бір үлкен ақиқат мұхитына құйған деп бейнелі түрде айтқанда солай бейнелейді ғой. Сонда Шамси Тебризи ұстазына кезіккеннен кейін енді бұл кісі осы уақытқа дейінгі ғылым білім сатысынан өтіп келген адам ғой. Жалпы ғылымда, білімде қандай бір шырқау шегіне жеткенмен ол ақиқатқа, махаббатқа жалғану үшін бәрібір сондай бір ұстаз керек болды. Руханият әлемінен қол созып, оны жалғап жіберетін. Бәрібір Хазрет Руми айтып жатады ғой, негізі қанша жерден, қаншама халықтың алдына шығып ұстаз болған, жұма сайын мысалға уағыз айтып тұрғанда ұстаз болған, артынан қаншама халық ерген, шәкірт ерген, мектеп ұстаған деп. Соның өзінде де көңілі толмай, әлденені іздеп, бір рухы қанағат таппай жүргенде, осы Шамси Тебризи ұстазына кезігіп, екеуінің кездесуі де үлкен бір оқиға. Кездескеннің өзінде де бір ауыз сұрақпен Шамси Тебризи бір ауыз сұрақ қойды дейді ғой енді кездескен кезде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы айтқан сөзіменен бір әулиенің сөзін мысалға келтіреді ғой. Баязид Бистами дейміз. Сол Баязид Бистамидің қайсысы дәрежесі ұлық деп сұрайды. Иә. Жалпы сол сұрақты қойған кезде бір деректерде айтады. Енді бұлардың өмірі, ақиқаты, аңызы қатар жүреді ғой бұндай әулиелердің, үлкен тұлғалардың өмірінде. Бір үлкен ақбоз атыменен тұрған екен дейді, базардың сол кездегі бір қақ ортасында кетіп жатқанда бір қара киімді бір дәруш келіп, Руми, сен маған бір сұраққа жауап берші, сондай бір ғұлама болсаң деп. Сонда қандай сұрақ дегенде, Хазрат Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз ұлық па, жоқ әлде мен хақпын, менің мынау киімімнің ішінде Құдайдан басқа ешкім жоқ деп айқайлаған Баязид Бистами күшті ма? Қайсысы күшті, қайсысы ұлық деген сұрақты естіген бойдан Хазрат Румиге дәл сол жерде жүрек көзі, енді жүрегіне үлкен бір әсер етеді ғой, енді сондай бір әсерден тіпті сол сұраққа мас болып құлап қалған дейді ғой ақбоз аттың үстінен. Сол кезден бастап екеуінің кездесу сәті ғой. Сонда әрине Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз ұлық дейді ғой. Неге ол ұлық? Ол кісінің айтқан сөзі, біз не істесек те, қалай танысақ та, сіз Алла тағалаға, мінәжаты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам, сізді өз дәргейіңізде, өз дәрежесінде танып бола алмадық ау деп жылаумен өткен екен пайғамбарымыз. Ол танып бола алмадық деп жылап тұр. Ал Баязид Бистами әулие, ол мен ұлықпын, мен Құдаймын, мен хақпын деп тұр. Менің мынау шекпенімнің ішінде мен жоқпын, Құдай бар. Мен мына шекпенім ішінде тек Құдай бар, мен Құдаймын деп тұр ғой. Ол яғни фанафилла дейді, Құдайға біріккен ғой ол. Сонда пайғамбарымыз бірікпеді ма деп ары қарай сұрағанда, сонда оның да жауабын алады. Хазрат Руми жауап береді ғой. Бұл жерде бір күнде 70 мәрте өзінің жүрегін тазартып отыратын хақ пайғамбарымыздың 70 мәрте трансформация жасап отырады сонда жүрегі. Бір күнде 70 рет тазарып, жаңа рухани кемелдік тауып отырып, жаңа мақамға шығып отырып, сөйтіп отырып жылап отыр дейді. Сонда ол не деген терең, түпсіз ыдыс ол дейді. Көңілі.
кеудесі. Көрдіңіз ба? Шексіз екенін Алла тағаланың көрген сайын, әрбір ол кемелденген сайын шексіздікті көріп отыр. Сөйтіп жылайды ол. Оның демек ыдысы тым терең. Ал енді анау бір үлкен жаңағы хәл тапқан сәтте айқайлаған, ол енді демек ыдысы толған деген сөз емес па деген мағыналас жауабын алады. Сол сезімді көтере алмай отыр деген мағынада. Ал енді ондай хәлдің талайынан өтіп кетті ғой, талай мақамнан деп тұр ғой енді ар жағында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сонда ана Шамси Тебризи соны айтып тұрған Руми хазіраты, Румида, Шамсида қаншалықты деңгейде тереңдік болып тұр ғой енді. Соны айтып тұрған осы. Ол мақамдардан олар да өткен болып тұр ғой, айқайламағанмен. Сол мәселе сол айқайламай әрі қарай тоқтаусыз ізденістен басынан көшіріп, басынан кешіргесін айтып тұр ғой соны. Соны түсініп, екеуі кездесіп, кейін ана Шамси Тебризидің ана Макалоти Шамси Тебризи деген енді кейін шыққан кітап бар ғой, соның ішінде де бар. Шамси Тебризидің ойлары ғой енді кейін теріп жазылған. Соның ішінде Шамси Тебризи бір толғанысында өзі жазады, айтқан екен. Жаңа Абу Язид Бистамиді айтады, Мансур Халаж, ол да сопы әулие ғой, мен хақпын деп осындай бір қатты мастық күйге келгенде, халге келгенде, мен хақпын деп айқайлаған, ән әл-хақ деп айтады екен ғой. Сонда соларды жазып отырып Шамси Тебризидің айтатын жері бар. Мен хақпын деп айтып отыр. Мен деген сөздің хаққа қандай қатысы бар дейді. Сонда мен деген сөз болмау керек қой ол жерде дейді. Сөйтіп бір сынап кететін жері бар. Баязид Бистамидің өзін сынап кетеді ол кісі. Сондай биік деңгейдегі әулие ғой енді Шамси Тебризи. Сол ұстаз болмай кім болады енді? Осындай ғұлама адамға кездесіп, ұстаз болады, сөйтіп ақиқаттың сырын Хазіраты Руми шәкіртіне құяды ғой бұл кісі. Сондай миссиямен келген ғой, сол миссия үшін өзі жанын беруге де әзір болып, сондай сөйтіп енді сол құйғаннан кейін және өзінің айтқаны бар екен, енді сен осыны жазасың деп. Жаз деп айтқан екен. Сонда ана Руми, Хазіраты Руми айтыпты, мен қалай жазам, мен ақын емеспін ғой деп. Жоқ, сен жазасың, сен жазаласың деп айтқан екен. Сөйтіп енді дарытыпты ғой бір жағынан. Негізі оған дейін ол кісі шынымен жаңа сіз айтқан сұрақтан туындап жатыр ғой, бұл әңгіменің бәрі жазбаған екен. Бірақ дәл Шамси Тебризи бар кезінде емес, ол кісіден кейін екеуі ажырайды ғой енді. Содан кейін барып жаңа үлкен жүрегінде сағыныш пайда болады Шамси Тебризиге. Сондай бір сезімдердің бастау көзін оятып кетті ғой енді. Өзі анау ғылыммен, біліммен қаруланған адамға махаббат әлемінен, ақиқаттан әлемінен сыр құйып, жүрек көзін ашып кеткеннен кейін ол әрине ол үлкен мұхитқа айналады. Тоқтаусыз, терең, түпсіз терең. Сол енді теңіздің жаңа дүрлерін шығарып, енді өзі Құдайдың құдіретімен аузына сөз келіп соны жаза бастайды. Жазғанда да кейін айтып жатады, енді мына зерттеушілер Челеби деген шәкірті келіп жазып отырған екен, ол сол айтқан екен деп, мына айтып отқан сөзіңіздің барлығын біз жазайық деп. Сөйтіп сондай идеяны айтқан, сондай кейін Румидің тағы бір шәкірті келеді ғой енді, Шамси ұстаз кеткеннен кейін енді. Сол шәкірттерінен кейін не табады ғой енді, жұбаныш табады. Кейін жаңағы ұстазы кеткеннен кейін үлкен бір сағыныш, ұлы сағыныш, бір сондай ұлы бастау көздерін оятып кетеді бұл кісінің бойындағы, адамның бойындағы сондай бір қабілеттердің көзін ашып кететін сезімдер ғой енді үлкен. Сөйтіп оянған жырларын кейін жаңағы шәкіртінің айтқанымен жаза бастады дейді. Тіпті сол айтып отырған сол шәкірттер жазған дегенде деректер бар енді. Сонда ең бірінші жазғаны сол мына Шамси Тебризи, Дивани Шамси Тебризи. Шамси Тебризи ұстазынан не алды, соны ең бірінші жинағы сол екен, Маснавиге дейін тіпті сол бірінші кітабы ма, немесе сол Дивани Шамси Тебризи. Яғни Шамси Тебризидің айтқан сөздерінің өлең қылып жазған. Сол кісіден алғанын, бойына дарытқан дүниені, сол ақиқат, сол сырларды Шамси Тебризидің атынан жазады ғой, сол кісі айтып кеткен дүниелерді. Сөйтіп басталады ғой енді. Сөйтіп басталған. Одан кейін барып жаңағы
Шәмс Тебризимен айырылысқанның өзі бір үлкен трагедия. Ана Шәмс Тебризиге бүкіл жаңағы достары, тіпті баласы да, Румидің баласы да қарсы шығып, соңында жаңағы құдыққа тасталып қайтыс болады. Бірақ сол жерде мен мына құдыққа тасталуын Шәкәрім Құдайбердіұлының құдыққа өлтірілуімен ұқсастырам. Оның үстіне жаңа Жүсіп пайғамбардың өзі де мысалы сол бір құдықтың философиясы бір қайта туу сияқты. Мысалы жаңағы Шәмс Тебризи құдыққа тасталды да Руми пайда болды. Яғни Румидің Шәмс Тебризи қайта туып жаңағы диваны Шәмс Тебризи деген жыр жинақтар шықты. Сол секілді жаңа Шәкәрім Құдайбердінің да жырлары қайта түлеп, қаншама үш анығы бар, қаншама еңбектері бар. Ал Жүсіп құдықтан шығып патша болды. Яғни патшаның орынбасары болды деген сияқты. Бұл жалпы мына руханиятта бұндай қызғаныш деген болады. Рухани қызғаныш енді Руми, Жалалладдин Руми болып қалған адам осы уақытқа дейін. Ол айналасының бәріне ең жақын адам. Жалпы ұстаз тұтқан қаншама артында шәкірттері бар. Оның сондай бір мектептері бар. Соның бәрі қызғанбай тұрмайды ғой. Аяқ астынан бұл адам өзгеріп, енді ең бірінші кездескеннен кейін екеуі 40 күнге дейін дейді бір деректе тіпті 3 айға дейін шықпай қойған дейді ғой бірге сұхбатқа кіріп. Сонда әрине осы уақытқа дейін өзін жақын тұтып, кім болса да ұстазына махаббаты ашылған адамдар қатты қызғаныш болады. Рухани қызғаныштың болғаны жақсы, бірақ мынадай деңгейде қызғанған енді ол да жаман. Әр нәрсенің өзі шегінен асып кетсе жаманшылыққа ұласады ғой. Сөйтіп ана өзінің баласы бар, тағы да бір сондай бір біраз топ жиылып, тіпті сол тарихаттың ішінен шыққан деп айтып жатады ғой. Сондай біраз сол шәкірттері қызғанып өлтіреді, екеуін ажыратады деп жатады. Өйткені Хазрат Руми анадан кейін үлкен өзгеріске ұшырайды ғой. Тіпті ол мына қоғам алдында үлкен бір биік тұлға болып қалыптасқан, өзінің бет бейнесі бар, моральды сол кісіге қарап түзеген мысалға. Жүріс тұрысы деген сияқты. Ал ол кісі келеді да бір бұлар үшін, жалпы қауым үшін бір шал келді да, алау-далау, жалбыр. Олардың көзіне солай көрінеді ғой, Шәмси Тебризи. Дәруш келді, олпы-солпы. Мынау біздің ұстазымызды қандай адам еді, сол жаңағы үлкен басын қорғылды деп ойлайды. Олардың көзімен қарағанда солай болады. Өйткені ана кісі көз алдарында өзгерді ғой. Мысалға ең бірінші сынаға әлгі не бар ғой, шарапқа жұмсайтын жер бар ғой, Шәмси Тебризидің. Хазрат Румиді негізі шарапқа жұмсайды. Бір жағынан нәпсісін сындыру, көпшіліктің алдында бұл енді моральды уағыздап отқан адам. Жақсы, шариғатты уағыздап отырған адам, дұрыс өмір сөйтіп отырған адам шарапханаға барса не болады енді мысалы? Бүкіл халық аяқ астынан шу ете қалмай ма? Сөйтіп шу ете қалады. Сол шуды көтере ала ма, көтере алмай ма? Сол сынақтан өте ма, өтпей ма деп жұмсайтын жері бар. Мысалы, соның бәрін көріп тұрған адам басқаша қабылдайды. Қазіргі біздің қоғамда да солай ғой. Басқаша қабылдайды. Біреу бір өрескел қимыл жасаса біз кешірмейміз қоғам. Сол сияқты бір қадалып алған мораліміз бар. Анау кеше ғана мына уағыз айтып отырған ұстазымыз мына шал не қылып жіберді, мынау енді шарап беріп жатыр. Ол шарап ішті деп ойлайды олар мысалы. Соны алғаннан кейін. Қателікті біреудің қателігін кешіре алмау дерті қаулап бара жатқан сияқты сезіледі осы қиссадан, осы оқиғадан. Яғни қателесуші, адамның өзі қателесуші деген сипатта емес па? Әрине. Бірақ Шәмс Тебризи сонымен қатар сонымен кешірімді де үйрете білді. Бұл кісі сол қатқан моральды қоғамдағы сондай адамдарға деген бір көзқараспенен сынау, сондай нәрселерді, сондай ойларды сындыруға келеді ғой бұндай әулиелер. Шәмс Тебризи дүниеден өткен соң оның аманатын жалғастырып Мәулана Руми яғни Сема
жаңағы яғни сема бие дейді, семазен деп жатады. Сондай бір рухани халде отырып жаңағы мәснауи бәйіттерін жазып шығады. Соның бір бәйітін сіз енді бір емес бірнеше бәйіттерін аударып жатырсыз. Соның ішінде сыбызғының сыры дейді. Сыбызғының естимісіз мұңлы үнін, сағыныштан зар илейді бұлбұл үн. Нен аңсайды, не дейді әуен сыңсыған, о бастағы негізіме құлшынам. Тегім менің қамыс еді діңімнен, кесілген соң өксік шықты үнімнен. Енді бұл жалғасып кете береді, бірақ осы сыбызғының сыры атты бәйіттің түбіне үңілсек. Жалпы бұл сол Мәснауидің негізі кіріспе бәйіті деп те айтып жатады, сондай ключевой деп айтуға болады ма? Сондай бір бәйіті ғой. Мұнда жалпы мынау Хазрат Румидің өзін Құдайдың сыбызғысы деп атаған. Божественная флейта деп орыстар аударып жатады. Құдайдың сыбызғы деп не дейтіні. Мынау Құдайдың сыбызғысы дейтіні енді бұл жалпы бұл кісінің бойынан аузына Құдай салып тұр ғой енді осы сөздердің бәрін. Сол Құдай салған сөзді шығарып адамзатқа таратып жауһарларды беріп тұрғасында айтады. Бір жағынан осы өзі сыбызғы деп алатын, бұл өзі символика. Сыбызғы деп бір қамыс болып өсіп едім, сол қамысымнан үзіп алып мені қазір сыбызғы қылды. Сөйтіп анау тамырымнан ажырап қалдым, сол тамырыма қайтуды армандаймын деп сыбызғы солай әндетеді деп тұр ғой мына жерде. Ол біздің жаңағы адамның рухын айтып тұр да. Біз негізі адамның мына жалпы біз топырақтан жаратылғанымызбен біздің рухымыз Алла тағаладан келді дейміз ғой. Құдай өзінің рухынан рух үрлеп салып тұр ғой. Сол рухани қабатымыз үнемі сыбызғыдай сыңсып тұрады. Сыңсып тұратыны, адамның әлденен іздеп тұратыны сол, ол өзінің негізіне оралғысы келіп тұрады. Мынау топырақтың балшықтың ішінде жүрміз ғой енді қазір. Содан енді өзіміздің аңсар, ұлы аңсар ғой енді. Ол кез келген адамның рухы бір сағыныш деген нәрсе, бүкіл жаңа феномендер бар ғой, жаңағы сағыныш, аңсар деген ұлы сезімдер, оның бәрі сол рухтан шығып жатыр ғой енді, рухтан, жанынан. Ол өзінің жаңағы негізін аңсап тұр. Құдайды аңсап, жылап тұр. Құдайды аңсап, Құдайға қайтан қосылуды аңсап деген сияқты. Қауышу, иә. Соны сопылардың жар деп айтатын да сол. Жардың жамалына қауышу, жардың дидары деп. Енді бәрі символикалық тілде солай береді ғой ол кісі. Сонда соны айтып тұр да, сыбызғы сөйтіп зарлап тұр дегенде, сол әрбіріміздің жан сыбызғымыз солай зарлап тұр негізінде. Біз енді былай оны естімеуге тырысамыз, ақылымыз, құлақ, мына көз бергеннен кейін, мына әлемге түскеннен кейін ананың үнін, сыбызғы дауысты барынша бітеп тастап өмір сүріп жатырмыз ғой енді. Ана Чеховтың бір айтқан сөзі бар ғой, енді қазіргі театрда көптеп қолданылады. Ана театрдың жаңағы сахнасында бір мылтық тұрған болса, ол соңында атылу керек деген секілді. Сол іспетті сіздің мына сырлы сәруар сарын деген жинағыңыз шыққан екен. Құтты болсын, көрерменге көрсетіп қойын. Мұның ішінде жырларыңызбен қатар аудармаларыңыз да бар. Жаңағы айтып өткен Руми, Шемс Тебрези, Жүніс Әміре деген секілді. Мұндағы жырларыңыз сондағы сыбызғының сыңсығаны ма? Сыбызғының сыңсығысы келгенін деп айтайыншы. Енді әдепкі бір-екі нотасы болуы мүмкін. Сондай бір зарлап тұрған сыбызғы деп айта алмаймын. Енді соншалықты бір ұлғайтпай-ақ қояйын. Бұның ішіне біздің кіргізгеніміз негізі ана қисса дастандарды кіргізгіміз келген. Мен өзі жалпы Тұрмағамбет Ізтілеуінің шығармаларынан зерттеп, сыр шайыры ғой енді, сыр сүлейі. Тұрмағамбет Ізтілеуінің шығармаларының тілінен диссертация қорғағанбыз 2007 жылы. Сонда бұл соқпаққа әкелген сол сыр шайырларының сүрлеуі негізі. Сіз айтып отырсыз ғой, Шамсиді аударыпсыз, Румиді аудардыңыз, Юнус Эмрені аудардыңыз, және аударма ұнады деп бағана айтып отырсыз ғой. Біз түрік тілінде де оқып едім, бірақ қазақ тіліндегісі маған жақын болды деп отырсыз. Бірақ осы дүниелерге әкелген бізді, о бастағы енді түрлі
мектептерден өткенде сол әдепкі осы сәруар сарын, ол сыр шайырларының сарыны, сыр сүлейлерінің сарыны, сыр өңірінің сарыны. Сонда сол ізбенен жазылған қисса дастандар жинақталған. Олардың барлығы Құран кәрімнің ішінен алынған қиссалардан тұрады. Негізінен соларды шығарып тастағымыз келіп жинақтаған кітап еді. Сондықтан бұның ішіне сіз айтып отқан Румидің, Юнус Эмиренің, біз қазір Фейсбукта толық беріп жүрген версиялар оған кірген жоқ. Бұл жердегі негізгі сол қиссалар болды. Негізгі фокусты сол қиссаларға аудардық та, соларды беруге тырыстық. Енді алдағы уақыттарда сол Румидің, Юнус Эмиренің сол аудармалары бір кітап болып қалғандай да бар қазір. Соларды шығару ойымызда бар. Құдай қаласа ол да бола жатар. Сол сүрлеуге түсірген осы сыр сүлейлерінің ізімен жазылған дүниелер деп айтқым келгені ғой. Сол қиссалар сол. Тағы бір аудармаңызда енді ол жаңағы аудармаларыңыз өте көп, соның ішінен жаңағы қысқа нұсқаларын ғана алып жатырмын. Тәбриздік күн, кімсің сен, жанардағы нұрсың сен, ақиқатпен бірсің сен, содан бері ғашықпын. Яғни бұны Хазірет Руми жаңағы Тебризге арнап шығарған, ол кісі сол Дивани Шамси Тебризи дейді. Шамси Тебризиге арналған қаншама жырлары бар ұстазына. Сонда ол енді Шамси деген өзі күн деген сөз ғой. Осы Шамси Тебризидің өзі бала кезінен өзі осы Құран кәрімменен өседі ғой енді ол кезде. Сол ғылымдармен айналысқан, ол да бала кезінен Құранды жатқа білген, соның ішінде әсіресе қатты толқытып жүрегіне шабыт берген сүре осы Шамс сүресі екен. Сол кезден бастап өзіне осы менің атым бұдан кейін Шамси болады деп. Сонда ол өзі бала болса да өзінің кім екенін біліп тұр ғой енді. Сонда үлкен кемел рух болып келіп тұр ғой. Сонда Шамси Тебризидің есімі сол күн. Мына кісінің шығармаларында да Тебризі күн деген ол Шамси ұстазына арналған. Негізі бұл кісінің зерттеушілердің Шамси Тебризи ұстаз болды ма, әлде Руми ұстаз болды ма деп дауласатын жері ол да қызық негізі. Ол мына Шамси Тебризидің ұлықтығынан туған нәрсе. Мен осы бір жерде айта кетейінші. Екінің бірі дейін тіпті бірдің бірегейі ғана айтатын шығар мүмкін. Бүкіл ұстаздар өйтіп өзінің шәкіртін ұлықтап жібермейді негізі. Ал мына Шамси Тебризи солай істейді ғой. Ана Хазірет Румиді өзі ұстазы әрине, өзі үйретті ақиқатқа, өзін жүрек көзін ашты ол кісінің. Сөйтіп отырып өзі айтады, мен мынау Румидің айтатындай қылып мен айта алмаймын дейді. Менде маған ондай әдемі тіл бермеген Құдай. Бұл кісі енді былайынша қалыпқа сыймайтын әулие болып тұр ғой. Ана кісілер енді ғұламалар, ғалымдар енді қанша дегенмен көп оқыған, көп біледі. Қоғамға түсінікті адам ғалым деген. Қоғамға түсінікті адамды айтады. Оның жаңағы іс-әрекеті де түсінікті, үлгі деген сияқты. Кез келген адаммен сөйлесе алады, мәдениетті тілде сөйлейді деген сияқты ғой. Ал Шамси Тебризи ол ондай емес. Ол қоғамның барлығы оны түсіне алмайды. Ол кісі аяқ астынан басқаша, басынан аяғына емес, аяғынан басына қарай сөйлей салуы мүмкін. Әртүрлі дүниені сыр қылып, біреуге бір нәрсені айта салуы мүмкін. Оны ол түсінбей жатады. Сонда бір жағынан Румидің миссиясы Шамси Тебризидің жүрегіндегі күллі ақиқатты адамзатқа түсінікті етіп бере білуінде ғой. Сонда мен бұны айта алмаймын, бірақ Руми айта алады дейді. Мен өзім мынау шәкіртіме, яғни Хазірет Румиге қол беріп шәкірт болғым келеді деп тіпті ұлықтаған. Бұл екінің бірі ұстазын айта алмайтын дүниесі. Негізі мен бір ұстаздың өзі шәкіртіне сен менің ұстазымсың деп тұр ғой сондағысы. Сен менің ұстазымсың енді деп тұр. Бірақ енді дәл сөйтіп айтқанға бола, Шамсидің дәрежесі Румидің шәкірттігіне түсе қоймайды ғой. Әрқайсының өзінің деңгейі бар, дәрежесі бар. Екеуі де ұлық. Бәрібір ұстаздық болады ғой. Ұстаздық болады. Ол сенде ондай дүниелерді онша енді бастысың зерттеушілері ол жерде үлкен сыр жатыр да. Ол сырды түсіне білмеген соң да солай айтуы мүмкін.
мүмкін руми ұстаз болған шығар, біреулер руми ұстаз болды деп айтады, біреуі Шамси ұстаз болды деп айтып жатады, екеуі тең дәрежедегі сұхбаттас деп те айтып жатады, сөйтіп береді де. Бірақ шын мәнінде біз айтамыз, Шамси Тебризи ол оның ұстазы, ұлық ұстаз. Сол қазір мен сол құлмын дейтін несі бар, соны тіпті оқып та берейінші, егер уақыт болса, мына подкасттың уақыты. Мысалы, міне Хазрат Румидің мына жырын қараңызшы. Мен сол құлмын, өз сұлтаны құлды құрып жол берген, сол мүритпін, өз ұстазы ұлық тұтып қол берген дейді. Сонда жаңа Шамси Тебризидің өз ұстазы ұлық тұтып қол берген. Енді деп тұр ғой. Мен сол рухпын, кеше ғана келген жарық әлемге, сөйтсе дағы әлмисақта уәде берген жәлелге, уағда берген жәлелге. Мен балауыз балқымамын, жанған отта қақталған, сөйте тұра болатпын мен берік қында сақталған. Сурет салып сүрме жақтым көрмейтұғын көздерге, көрінбесті көрнек еттім, жан бітіріп сөз демге. Қара бұлтпын, көктің жүзін қара түндей қаптаған, сөйте тұра бауырына жарық нұрын сақтаған. Қара жермін, жалын доты ғаршы жүзін шарпыған, сол отынан аспан балқып, ай мен жұлдыз шалқыған. Кеше түнде сұлтаным да қуаныштан шарқ ұрды, себебі оны мендей құлы есіне алды зар мұңлы. Не деген сөздер? Не деген? Және мұның сөгеті жоқ, себебі өзі мас қылған, себебі өзі мас қылған дейді. Сол наданмын, талабы зор, жаралсам да лас құмнан. Кенет жаным тыным тапты, ілініп қап күрмеуге, айна жүзін үрлеп қалдым, өз жүзімді көрмеуге дейді. Сонда бұл жердің өзінде де үлкен, әр жолында үлкен сырлар жатыр, былайынша айтқанда бар ғой. Енді бұның мәнін түсінген кезде адам бір жерде мас болып жүреді негізі. Жаңа енді қарасаңызшы, жаңағы жерде өз ұстазы ұлық тұтып қол берген дейді. Енді бұл жерде мен дегенде бұл мақтаншақтықпен айтып отқан жоқ, әдеттегі жанның мен емес қой, үлкен рух түрінде ұстазының рухына байланған, ары қарай пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам рухына байланған сондай үлкен кемел рухтың сөзі ғой, мынау енді шабыты ғой, былайынша айтқанда. Мен мынау дүние әлем жаралмай тұрып барлығын көргенмін деп айтып тұрғаны сол. Мен пайғамбардың нұрына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның нұры мынау дүниеден бұрын жаралған деген философия ғой енді. Сол кезде мен көргенмін дейді, мынау жеті аспанның жаратылып жатқанын, бәрін көргенмін. Тіпті бүкіл адам атадан да бұрын келгенмін деген кейбір шалықтап кеткен керемет шабытты жырларында барлығы бар, оның барлығы бар ғой енді, қазір оны іздеп. Зікірші тас дегенде жырында мысалы тастай салып қолындағы тасында тұра қашты пайғамбардан аулаққа, тұрмайын деп сиқыршының қасында, зікірші тас жерге түсіп болғанша кетті айналып лағыл маржан асылға. Мұнда жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға кімнің келетін туралы айтылады емес пе сіздің аудармаңызда? Бұл Румидің зікірші тас деген жыры. Мысалы ғой, хикая мысалы. Сонда жаңа қолында сынап тұр ғой енді, менің қолымда не бар соны айтшы деп. Сен өзің қолында Әбу Жахил келеді емес пе? Әбу Жахил. Енді бұл жерде қарасаңыз, тастың өзі зікір айтып тұрғанда кейде көзіне көрініп тұрған мұғжизаның өзін көріп тұрып сенбей кетеді ғой, сенбейтін жүректер. Тастан да қатты жүректер. Ол да бар, бұл ненің ішінде, ол да көрініп тұр. Жаңағы ойбай сиқыршысың деп бәле жауып кетеді ақыраяғында тас тастай салып. Ал тастың өзі зікір салып тұр. Жаңағы пайғамбарымыздың қолыңа өзің қара деген кезінде қолында тас зікір салып тұрған көреді ғой. Лейла ханым, Румидің мәснәуи шығармашылығына бір тоқталдық. Енді Тебризидің 40 қағидасы. Ол 40 қағида осы Сәруар Сарын кітабында бар екен. Яғни 40 қағиданы аударған екенсіз. Соған бір тоқталып өтсек. Бірінші қағидадан бастап 40-шы қағидаға дейін не айтылған? Біріншіден жаңа бірінші қағидадан 40-шы қағидаға дейінгі дүниелерді бір сәтте айтып шығу мүмкін емес. Былай жалпы қалай аудармаға келдің деп соны айта кетейін. 22-ші жылдан бастадым ғой. Бұл жалпы мен қолыма алып Шамси Тебризиде бір күндердің күнінде, Хазрат Румиде, Юнус Эмреде үшеуіне де
ол менің жоспарлап жасаған дүнием емес біріншіден. Оған келуімнің өзі, мен тіпті ол кісілер туралы бір сондай бір деректерді ақтарғанда да емеспін оған дейінше. Бір көп, бір қатты бір ізденушілікпен. Енді басқа да адамдар сияқты, басқа жалпы жамағат сияқты бізде бар екенін білеміз, сондай тұлғалардың болған білеміз, Маснавидің мағынасын білеміз, ішінде не бар екенін білеміз дегендей. Сөйтіп жүрген адамдардың бірі едік. Бірақ күндердің күні болғанда әйтеуір осы Шамси Тебризиге қалай түсіп кеткен, енді ол түсіп кеткенде өткенде бір жолда бір сұхбатта айтқам. Бұл өзі бірінші түс көрдім енді. Түсімде сондай дарияның түбінен бір дүр гауһарлар теріп сөйтіп жүргендерін көріп, оны кейін Шамси Тебризидің дүр гауһары соны тарат деген сияқты сондай бір кісінің айтқаны сондай болды енді, сондай дүниелер. Сөйтіп жүргенде тағы да бір қыз айтты, сөйтіп осы Шамси Тебризидің 40 қағидасын дәл сол уақытта Элиф Шафактың орыс тілінде 40 правил любви деген жаңа махаббаттың 40 қағидасы деген кітабы орыс тілінде барлығы оқып, сол бір неге айналып жатты, бір сондай бір жұрттың аузындағы бір несі жақсы шықты ше. Атағы жақсы шығып жатқан, сондай бір жақсы оқылып жатқан кітап болды сол кездерде. Сосын соны жаңа бір қыз жіберді, мына оқып көріңізші деп. Сосын оқып көр дегенде ол былай болды. Мына бір жерін түсіндіріп жіберіңізші. Мына осының ішіне Шамси Тебризидің бірінші қағидасы деген жері бар екен, ода былай айтады, бұны қалай түсінсек болады апай деп сөйтіп сұрай бастады. Соларға түсіндіріп отырып, жазып отырып, сосын осындай дүниеге айналып кетті. Сосын осы қыздарға ғана, 3-4 қызға ғана айтпай, Фейсбукқа жариялап көрейінші деп, ең бірінші қағидасын және жалпы біздің шығыс шайырларының ішінде бір сондай дүние бар. Бұл Шамси Тебризидің өзінің шығармаларында жыр жолдары жоқ. Бірақ біз енді бір шумақтан қостық әр 40 қағидаға түйін ретінде. Ол дүние жалпы шығыс шайырларында бар дүние тәжірибесінде. Кез келген бір әңгімені айтып келіп, бір шумақпен түйіндеп кету. Өйткені қабылдауға да оңай болады оқырманға деген сияқты. Сондай бір ой келді. Сөйтіп осы 40 қағиданы аударып берейін да, сөйтіп бір шумақтап түйіндеп көрейінші деп бірінші қағиданы жазын. Ойлайлым мұңсызбын демеспін, жұматай жырлаған жоқ менше. Сырын аш, көрінеу мен көместің, бір барға фәна боп кеткенше дейді. Сонда бір бар дегені, бір және бар деп біз Алла тағала Құдайды айтып тұр ғой. Сол Құдайыңа фәна боп кеткенше, сіңіп кеткенше, сонымен бірігіп кеткенше, сөйтіп кемелленгенге шейін деген сөз ғой. Енді сырын аша бер, осындай көрінеу мен көместің деген. Бұл бата деп қабылдадым да өзіме. Енді бата ғой, енді батадан басқа не. Сосын сол кісі сол бір шумағынан көргеннен кейін ағамыз, енді бұл Абыз Ақсақал, Абыз деген үлкен рухани тұлға ғой, енді бұл кісі сөйтіп жазғаннан кейін ары қарай шабыттанып 40 қағиданы да аударып шықтым ғой. Сол кісінің батасымен де болуы мүмкін, ол соның несімен. Оның бәрі жайдан жай келмейді ғой. Сонда жаңағы бірінші қағидасының өзі, оның жалпы 40 қағидасын қазір біз айтып өте алмаймыз, бәрін бірдей. Себебі ол 40 қағиданы менің ойымша, енді менің жеке ойым, мүмкін қателесуім де мүмкін. Бұл жалпы Шамси Тебризи өзі ештеңе жазбаған. Бірақ артында оның дәрісін тыңдаған, сұхбатында болған шәкірттері, енді өзі ізіне ерген, өзін түсінген адамдар да болған ғой. Енді Хазраты Руми бар, соның айналасынан Руми арқылы жалғанған шәкірттер бар, сол маңайдағы. Солардың барлығы жазып, кейін Макалоти Шамси Тебризи деп сөйтіп өздері жинаған. Соның ішінен осы іріктеп 40 ойды алып, 40 қағидасы Шамси Тебризидің деп берген болса керек. Әйтпесе өзі бір қағида деп оны қағида қылып алып бермеген болу керек. Және ол сопылық практикада, тәжірибеде 40 күндік қылуетке жатып мінәжат ету тәжірибесі бар. 40 күндікке кетеді. Жаңағыдай. Оның ішінде тек қана зікір, Құдайды зікір етеді, мінәжат етеді. Басқа дүнияуи ойларды ойламайды, осындай пікір етеді, сосын пікір жасайды. Сонда
менің ойымша соны ойлаймын, кейін шәкірттері сөйтіп 40 күнде әрбір 40 қағиданы мүмкін әрқайсысын сұхбат болады ғой енді ол жерде де сұхбат ретінде бір-бірімен талқылап 40 күнге дейін соны талқылаған шығар деп ойлаймын да. Өйткені мүмкін жаңа Шамси Тебризи мен Руми, Хазрат Руми 40 күн есігін жауып алып сөйлесті дейді ғой. Әр күні мүмкін осы 40 қағиданы талқылаған шығар, оны білмейміз ғой, мүмкін. Себебі әрқайсысы бір күн сұхбаттық, бір күн талқылауға болатындай жүкті көтеріп тұрған. Ол өздері кішкентай шағын болса да үлкен бір философиялық ойды, кәдімгі оны қазір тәпсірлеп жаза бастасаң, 3-4 әрқайсысы 3-4 парақтан жазып түсіндіре беруге болады. Мына философиядан келтіріп, анадан келтіріп түсіндіретін болсаң, психологиядан келтіретін болсаң да. Және бір тамаша жері, бірден 40-шы қағидаға дейін ешқандай бір-біріне кереғар ой жоқ. Бір-бірін бүйтіп толықтырып, спиральді түрде өрбіп отыратын сондай бір ғаламат ойлар. Керемет бір жарқ етіп адамның санасын қай-қайсысы болса да, қай жерінен алып қарасаңыз төңкеріп тастай алатын, адамға бір өзгеріс әкелетін санасына, шындап ықыласпен оқығанда әрине. Сондай дүниелер екен. Рахмет Ләйлә ханым, алтын уақытыңызды қиып келгеніңізге көптен көп рахмет. Еңбегіңіз жансын. Құдай қаласа тағы да том-том кітаптарыңыз жарыққа шықсын. Оларды оқырмандардың қолында тоссын. Ал құрметті көрермен, келесі кездескенше аман саулықта жолығайық. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.